Буын ауруларының түрлері өте көп. Оның көпшілігі суықтан, адам іс-қимылының ауытқуларынан болады. Ревматизм бір буыннан екінші буынға өтеді. Ол көбінесе тізе, иық, бел, жауырын, жамбас сияқты үлкен буындарда болып, ісіну, қызу сияқты белгілер бере бастайды. Дер кезінде дұрыстап емделместе ауру асқына түседі. Асқынған ревматизм жүрекке шабады. Бүкіл өмір сүру мәнеріңізге қауіп төндіреді. Ал жолын тауып емделсең, сауығып кетуге де болады. Баршаңызға сәлем, қымбатты көрермен. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріп, достарыңызға, туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бұл видеода буын ауруларын халық емімен қалай емдеуге болатынын айтатын боламыз. Кей кездері екі мықыннан басталған ауру аяқтардың ұшына дейін барып, қақсап ауырғанда жаныңды қоярға жер таппай қиналасың. Осы кезде қара ер мен меңдуана қалақай үшеуінен 2 килограммдай алып, 7 литр суға қайнатып, дене бататындай жылы су қосып ваннада жатады. Сонда 20-30 минут шомылып, сүртініп, жылы оранып жатып қалады. Адыраспанның жас шөбін ыстық суға бір батырып, мыжып ауырған буынға тартады. Сыртынан жылы орайды. Күн сайын ауыстырып, 15 күнге созса қабыну әжептәуір басылады. Екі табан ысып тартып ауыратын болса, аяқ сиятындай шағын ыдысқа ақ арақты ысытып құйып, бір ас қасық бал араластырады. Осыған екі табанды батырып суығанша отырады. Күн сайын сол арақты қайта ысытып отыруға болады. Осылайша 3 рет жасағанда сырқат біртіндеп азайып жоғала бастайды. Осы ем кезінде суық суға түсіп жуынуға болмайды. Құяң белдің ауруы. Белді жылы ұстап жылы белдемше киіп жүрсе сырқаттың азаюына аз да болса көмегін тигізеді. Дегенмен өте қарапайым әдіс усарымсақтың спирттегі тұнбасын алған соң қалдығын ауырған жерге жағып, сыртынан салафан қойып, сәл қыздырып жылы орап тастаса, 3 күн ішінде белдің бастапқы ауруы жоғала бастайды. Орамды күн сайын ауыстырып отырады. Содан соң иттің терісінен жасалған белдемше сатып алып, күн суытқан кезде киіп алса тіпті жақсы. Жас қалақайды 7-9 литр суға қайнатып, ыстық кезінде ауырған буынды жуады. Немесе ауырған буынды сол суға батырып отырады. Шөпті күн сайын ауыстырып жаңалайды. Емді 1 аптаға созады. Бұдан денсаулыққа ешқандай зиян жоқ. Қарақат тамырынан 15 грамм, сарыағаш тамырынан 10 грамм, сайсағыздан 15 грамм, ағаш шырмауығынан 9 грамм, жемжебілден 3 грамм, бәрін қосып 500 грамм суға 7 минут қайнатады. Күніне 2 рет таңертең кешкі ас алдында ішеді. Емделу мерзімі 15 күн. 250 грамм аршылмаған сұлы дәнін 1 литр суға жартысы қалғанша қайнатып, дәнін сүзіп, суына жаңа су алған сүттен жарты литр қосады да тағы 10 минут қайнатады. Әр жолы 1 стақаннан күніне 3 рет ішеді. Бір емделу мерзімі 20 күн. Бұл рецепті буындар қақсап ауырған кезде көбірек қолданады. Жарты килограмм сұлы сабанын ұсақтап турап, 2 литр суға жарты сағат қайнатады. Шомылатын астауға құйып, үстіне дене бататындай жылы су қосады. Судың жылылығы 40 градустан кем болмау керек. Ваннада 15-20 минут жатып шомылады. Күнара аптасына 3 рет түсіп 2 аптаға созады. Аяқ қызыл тобықтан ауырып буын шаққыласа, табанға саусақтарға мүйізгек шықса, тұяқ босап, қарайып ішірсе, түсуге айналса, табан суланып қолдырап бөртсе, сұлының жас сабанынан қайнатып бұқтырып жылылай суына аяқты батырып отырады. Күн сайын жатарда 15-20 минут боласа жетеді. Емделу мерзімі 7 күн. Буынға тұз жиналса 200 грамм у сарымсаққа 500 грамм қызыл құлақ қосып, ет турағыштан өткізеді. 2 литрлік банкіге салып 1 тәулік қояды. Ертесіне сол уақытта үстінен 1 грамм таза бал қосып араластырады. Дәрі дайын. Астан 15-20 минут бұрын шай қасықпен жейді. Күніне 3 рет дайындалған дәрі таусылғанша жалғастырады. 100 грамм сірке суына 20%, 100 грамм ақ арақ, жарты шай қасық йод, 50 грамм күнбағыс майын қосып араластырып, ауырған буындарға жағады. Сыртынан аздап қыздыруға болады. Арада 1 сағат өткен соң ауырғаны жеңілдей бастайды. Құрметті көрермен, біздің арнамыздағы видеоларды көп адам тіркелмей көреді екен. Дәл қазір арнаға тіркеліп кетіңіз.
Қоңыр итмұрын жемісінен 20 граммды ұнтақтап жарты литр суға 10 минут қайнатады. Үстіне бір шай қасық бал салып араластырып күніне 3 рет ас алдында ішеді. Бұл қан құрамын жақсартып ауруға қарсыласу қабілетін арттырады. Аю майын лайықты мөлшерде ауырған буындарға жағады. Май жағардың алдында сәл қыздырып уқалап отырып жағады. Май жағылған соң қайтадан қыздырады. Әрине аю майы таптыра бермеуі мүмкін. Сондықтан қазақы қойдың құйрығынан сыртын жұқалап кесіп, ауырған буынды жапсыра тартады. Сыртынан лампамен қызу өткізуге немесе күннің қызуына тосуға да болады. Буындардың ревматизмі ашып, қызып ауырған кезде 2 ас қасық аюбадам жапырағын 200 грамм қайнап тұрған суға 2 сағат бұқтырады. Жапырақты сығып суын бөлек құйып алады. Осы суға 1 ас қасық бал араластырып, әр жолы 50 граммнан ас алдында ішеді. Күніне 3 рет. Қара у қорғасын қой балдырған жемжебілдің әрқайсысынан 20 грамм, қызыл бұрыш ұнтағынан 30 грамм, барлығын қосып ұнтақтап 75% спирттен 30 грамм сірке судан 30 грамм, оның үстіне қойдың еріген құйрық майынан 50 грамм араластырады. Ауырған буынға жағып сыртынан орап тастайды. Күн сайын ауыстырып 1 апта байқаса нәтижесін көруге болады. Қол-аяқ буындар шағып ауырған кезде көкемарал, жабайы бұршақтың әрқайсысынан 50 грамм алып 400 грамм суға қайнатып 40 минут бұқтырады. Осы дәріден ас алдында ас қасықпен ішеді. Суын қайтадан ысытып ауырған буынды жуады. Қалған шамасын ыстықтай ауырған буынға жаймалап орап, сыртын жылы орайды. Күн сайын жаңалап отырады. Емделу мерзімі 15 күн. 1 стакан керосин, 1,5 стакан спирт, 4 тал ащы бұрыш, 1 стакан акация ағашының ақ гүлі 4-еуін қосып, 1 апта жабық ыдыста ұстайды. Осыдан аздап алып ауырған буынға жағып жылы орайды. 10 күнде нәтижесін көрсетеді.